Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен асқабақтан осындай тойымды және дәмді тағам істеп үйренеміз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Оның үшін електен өткізілген ұнға жылы суымызды құйып, қамыр едеп аламыз. Қамырымыз дайын. Енді қамырымызды 6-7 бөліктерге бөліп, үстіні жауып, 30 минутқа тындырып қоямыз. Асқабақтарымызды сыртыны аршып, жуып тазалап алдық. Енді оны үкіштің майда тісінен өткізіп аламыз. Және де начинкасына бір пиязды майда етіп турадық. Оны майда қуырып аламыз. Дайын асқабақтың үстіне қуырылған пиязымызды салып аламыз. Содан соң туз, мұрыш, зірә салып араластырамыз. Осымен начинкамыз дайын. Қамырымыз да тынды. Енді оны қолымызбен азырақ жайып, арасына сары май салып, осындай ыдысқа жайлаймыз. Дәл видеодағыдай етіп, әрбірінің арасына майымызды жағып шығамыз. Майы жақсылап сіңуі үшін және 15 минутқа үстіні жауып қойып қоямыз. Қамырларымыз тынып алды. Енді осылай видеодағыдай етіп, қолымызбен жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ, оңай жайылады. Содан соң ішіне начинкасын саламыз. Қамырым 7 бөлек шықты. Барлығына осы видеодағыдай етіп, қолымызбен жайып, ішіне начинкасын салғаннан соң осылай орап шығамыз. Үстіне бір жұмыртқаның сарысыны жағып шығамыз. Содан соң күнжіт немесе мак себуге болады. Мен мак істеттім. Енді қызып тұрған пешке 35-40 минутқа қоямыз. Үстілері қызарып пісу керек. Міне пісіп шықты қыздар. Сырты қытырлақ, іштері начинкасы жұмсақ болып, өте дәмді шығады. Егер видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де барлық достарыңызға жіберіңіздер.